Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сүзбелі гусин-лак формасында печенье пісіреміз. Менімен бірге қосылып пісірсеңіздер болады. Өте дәмді шығатын печенье. Әрі тез оңай. Маған печенье үшін ең керек заттар. Бірінші 200 грамм творог, 100 грамм сары май, 50 грамм шекер, 1 жұмыртқа, тестасына арналған шекер, кейін бүккен кезде керек болады. Сосын 5 грамм разлихтіл керек. Және ұн керек 150 грамм. Алдын ала електен өткізіп алғам ұнды. Енді осыны бәрін араластырып тестайлаймыз. Творогымызға шекерімізді саламыз, араластырып, сосын жұмыртқамызды саламыз. Одан соң сары майымызды, бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Одан кейін бәрін блендермен мыжып алуымыз керек, бірден масса болу үшін. Творогы блендерді салып езгілейміз. Творогымыз бір келкі болу керек, майда болып түйір болып қымау керек. Сондықтан да жақсылап езгілейміз. Разлихтіл салам. Творогымыз, жұмыртқамыз, майымыз араласып осында бір қалыпты масса болады. Оған енді біз біртіндеп ұнымызды сала бастаймыз. Ұным алдын ала електен өткізіліп алынған. Сөйтіп жайлап отырып ұн салып, қасықтың көмегімен араластырамыз бірінші. Жақсылап араласу керек. Негізі тестамыз қатты болып қоймау керек. Бірінші қаспен араластырып, кейін қолдың көмегіне жүгіне отырып, қолға жабыспайтын теста илеуіміз керек. Қамыр осында жұмсақ болады. Сосын қолға жабыспайтындай болады. 10 минутқа қойып қоям. Тестам 10 минут тұрды. Енді бұны печенье тестасын екіге бөліп аламын. Қамырын жайлап жайып алам. Қамырды екіге бөлген тұғым, менен екі бөлек листке сабалатын болам бұны печеньелерді. Қамыр жұмсақ, жақсы жайлады. Осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Қалыңда орташа болу керек, ішіндегі ақтар бұл творогтар көрініп тұр. Жайып алған қамырымызды стаканның көмегімен дөңгелектеп қиып аламыз. Бәрі бір қалыпты формада болады сонда. Өсіп зуаланың бәрін қанша дөңгелек шығады, соншаға бөліп қиып аламыз да. Арасындағы қамырларды тастамаймыз, жинап аламыз да, қайтадан еле жіберіп, жайып, қайтадан дөңгелекке өстіп кесіп аламыз. Қазір арасындағы қамырды алам. Қамырды алғанды қайтып жаюға болады. Дөңгелек тесталарымызды алдын ала дайындалған шекерімізге осылай батырып, құмшекер батырған бетті ішке қарай бүктеп, қайтадан құмшекерге батырып, батырған бетін ішке қарай тағы бүктейміз. Осындай гусин-лак формасында болады фигурасы. Сөйтіп қайтадан сырт жағын, тағы бет жағын өстіп, қайтадан шекерге батырып, листімізге қоя бастаймыз. Біз бұған жұмыртқа жақпаймыз. Сол өзінің айналдырып шекерге айналдырып алғанымыз бойынша листке қойып, сонымен пісіре беретін боламыз. Өте дәмді печенье болады. Өйткені ішінде творогы бар, майы бар. Осындай форма болады. Өте оңай. Бұны үйдегі қыздар, жас балдардың өздері де істей беретін оңай нәрсе. Және тез пісетін. 15 минутта піседі.
осылай бәрін осындай жолмен қайталап осындай формаға келтіріп аламыз да. Төл листті толтырған соң вилканың көмегімен шет жағын басатын боламыз. Гусиный лапка формаға келтіріп алған печеньеден тесталарымызды өстіп екі жағы бірдей қатты көтеріліп кетпеу үшін астыңғы ұшынан вилкамен басамыз. Сонда жоғары жағы әдемі көтеріліп, астыңғы жағы көтерілмей, сонда формасы әдемі болып тұрады піскен кезде. Сол үшін бәрін осы вилканың көмегімен басып шығамын. Егер де бұлай баспайтын болсақ, ол бер жағы да көтеріледі де, екі жағы бірдей домаланып қалуы мүмкін да, формаға келмей. 180 градуста 20 минутқа сабап аламыз. Міне печеньеміз пісті. Қып-қызыл болып. Міне сүзбелі гусиный лапка формасында печеньеміз пісті. Иісі деген керемет, қып-қызыл болып, әдемі болып тұр. Сырты шекерлі, балдарға өте ұнайды. Егер де сіздерге ұнап жатса, менің рецептім, маған тіркеліп каналыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір ішін үзіп көрсетемін. Іші де өте таза піскен, мінекей, қараңыздар. Бар жағы 20 минутта піседі.